Бүгін білім күні. Алғашқы оқу жылында балалардың қауіпсіздігін қадағалау, олардың жолдағы қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету мақсатында ішкі істер органдарының қызметкерлері барлық білім ошақтарына жұмылдырылды. Осындай іс-шаралар қаладағы Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы номер 93 мектеп гимназиясы маңында да жүзеге асырылды. Аталған білім ошағында алғашқы қоңырау мерекесі сән салтанатымен аталып өтті. Мектеп табалдырығын аттаған оқушылар мен биылғы жылы 11 сыныпқа аяқ басқан түлектер ұстаздарына жылы лебіздерін білдірді. Білім теңізіне аяқ басқан жас бүлдіршіндерді Қарағанды облысының бас полицейі Нигмет Исмагулов құттықтап, оқушыларға сәттілік тіледі. Полиция департаменті әрқашан сіздермен бірге. Біздің басты міндетіміз қоғам тыныштығы мен балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сондықтан сіздерден балаларымызға жол қауіпсіздігін сақтау, құқық бұзушылыққа жол бермеу, қоғамдық орындарда өздерін қалай ұстау керектігі жайында қарапайым ережелерді еске салу керектігін сұраймын. Барлық оқушыларға жаңа оқу жылында зор жетістіктер, ұстаздарға қажымас қайрат, ата-аналарға шыдамдылық, қуаныш тілеймін. Білім күні құтты болсын. Құттықтау сөзінен кейін департамент бастығы мектеп директоры Аягүл Нұрбайқызы мен бірінші сынып оқушыларының сабағына қатысты. Ювеналдық полиция инспекторлары бүлдіршіндерге жол қауіпсіздігі ережелері белгіленген бояу суреттер беріп, танымдық сабақтар өткізді. Осындай іс-шаралар департамент бастығының орынбасарлары және басқарма бастықтарымен барлық білім ошақтарында жүргізілді. Департамент бастығының орынбасары Жасқайрат Қайыров Қаныш Сәтбаев атындағы номер 38 мектеп гимназиясында жас бүлдіршіндерді білім күнімен құттықтаса, Нығмет Нұрмақов атындағы мектеп интернатында қауіпсіздік шараларын баса назар аударып, бейнебақылау камераларының жұмыстарын тексерді.